Маңғыстау облысы құрлықта Түркменстан және Өзбекстан республикасымен шекараласқан, ал батыс жағалауында Каспий теңізінің суымен шайылып жатқан Қазақстанның бірегей трансшекаралық аймағы. Облыстың орталығы республиканың теңіз қақпасы мәртебесіне ие Ақтау қаласы. Маңғыстау облысының табиғаты таулар, жазықтар, құмды алыптар және дүниежүзілік мұхит пен Каспий теңізінің деңгейінен төмен орналасқан терең ойпаттардан тұрады. Мұндағы Қарақия ойысындағы батыр сорында -132 метрлік Орталық Азияның ең төменгі нүктесі орналасқан. Белгілі геоморфолог Борис Федорович, егер де сіз дүние жүзіндегі барлық шөл түрлері жөнінде түсінік қалыптастырғыңыз келсе, егер де барлық құм бедері пішіндерін көріңіз келсе, сонымен бірге квест және шыңдардың айқын мысалын көріңіз келсе, сіз Маңғыстаудан артық жерді таба алмайсыз. Қорық қобдишасы тәрізді бұл елде шөл табиғатын барлық көріністер шоғырланған. Маңғыстау ежелгі өркениеттің аумағы. Аймақ әрқашан тарихи оқиғалардың орталығы болған. Белгілі жазушы Әбіш Кекілбаев өзінің туған жері туралы былай деген болатын: Үстірт пен Маңғыстау ежелден бері жұмбақ мекен болып саналады. Оның сарқылмас байлықтары мен ерекше мекендеушілері жөніндегі қауесеттер жиһанкездердің, ғалымдардың, саудагерлердің, билеушілердің албырт ақылдарын дүрліктіре барлық алапқа таралған. Шындығында, осы еуразиялық байланыстардың тоғысқан жерінде ғажайып және өзіндік сипатқа ие табиғат аясында барлық кезеңдерде дүниежүзілік тарихтың ағымына едәуір ықпал еткен маңызды этномәдени үдерістер болып отырған. Маңғыстау ашық аспан астындағы археологиялық қорық. Мұндағы біршама ірі архитектуралық тарихи кешендер бірнеше жүздеген тастан тұрғызылған құрылыстар мен алып тасты мүсіндерден тұрады. Сәулет ескерткіштері түрлі түсті жазбалармен және бедерлі оюлармен безендірілген. Мұндағы ерекше стильді құрайтын геометриялық және өсімдік өрнектері адай стилі деп аталады. Маңғыстау мен үстіртте жер бетіндегі сәулет өнерімен қатар үңгірлік сәулет өнері де дамыған. Бұлар мұсылман тақуалары мен әулиелері, Бекет атаның, Шақпақ атаның, Шопан атаның, Масат атаның мешіттері, тұрақтары мен қабірлері болып табылады. Мұнда Еуразия құрлығының көптеген елдерінен адамдар қажылыққа толассыз келіп жатады. Олардың ішінде біршама көнесі Қошақ шығанағына жақын үстірт кертпешінде қолмен жасалған Шақпақ аты мешіті. Үңгір сәулет ескерткішінің және кресттік күмбездік ғибадатхана сәулетінің ерекше көрінісі болып табылады. Үңгірге жақын маңда Шақпақ ата тұрағы табылған. Бұл Қазақстандағы ең көне палеолит ескерткіштерінің бірі. Мұнда табылған тастан жасалған құралдар осы аумақта миллион жыл бұрын адамдардың қоныстанғандығын дәлелдейді. Маңғыстау петроглифтері де ерекше қызығушылықты тудырады. Олардың бір бөлігі орта ғасырға жатқызылса, ал негізгі бөлігі жаңа және соңғы уақыттарға тиесілі. Жер бетінде динозаврлар басым болған ертедегі геологиялық кезеңде қазіргі Маңғыстау аумағы шегінде теңіздер мен таяз шағын мүйістер болған. Қазір біз осы ежелгі теңіздердің шөгінділерін бақылай аламыз. Олар жердің ішкі күштерінің әсерінен жүздеген метрге созылған және күн, су және жел сияқты сыртқы күштердің әсерінен бұзылысқа ұшыраған. Осы кезеңде дөңесті жақпарлы көтерілулер мен төмендеулер орын алған. Сонымен қатар белсенді денудациялық үдерістер әсерінен
Қаратау және Ақтау аласы таулы жер бедері мен тау аралық және тауалды ойыстары қалыптасқан. Биік нүктесі 5 шоқы 556 метр. Тау болып табылатын Қаратау аласы тауы қатты дислокацияланған және метаморфталған құмдардан, тақтатастардан, әк тастардан және перм-триас конгломераттардан құралған. Ақтаудың квесталық жоталары негізінен моноклинальды орналасқан жоғарғы бор, палеоген және миоценнің ашық және түрлі түсті әк тастарынан, мергелінен және саздарынан тұрады. Бедердің ойпаңды жерлерінде тау жоталарының арасында альба саздары мен құмдақ қабаттары бар құмдардан құралған қабаттар ашылып жатыр. Осы тектоникалық зонаның жалғасы Үстірт пен Маңғыстаудың арасындағы шекара болып табылатын облыстың қиыр оңтүстік шығысындағы қатты тілімденген бедерлі кең жолақ түрінде байқалады. Бұл бірегей зонада кең көлемді сор ойыстары мен түрлі құмды алқаптар орналасқан. Бұл жүйенің оңтүстігін Қарынжарық ойысты ұйықтайды. Бай және сирек биоалуан түрліктен тұратын экожүйелері бар бірегей жер бедерінің үлкен бөлігі Үстірт мемлекеттік табиғи қорығының аумағына кіреді. Мұнда ежелгі ағзалардың, олардың ішінде аммониттер, белемниттер, пелеципаттер, гастропаттер, брахиопаттер, маржандар, губкалар, теңіз кірпісі мен лилиялары, акула тістері тәрізді көптеген конкрециялардан түзілген бор әктастарының қабаты үлкен қызығушылық тудырады. Маңғыстау облысының бірегей палеонтологиялық ашылымдары әлемнің үздік палеонтологиялық мұражайларын безендіру мүмкіндігіне ие. Геологиялық құрылымында шөгінділердің біраз бөлігін еритін карбонатты, мардымсыз бөлігін сульфатты жыныстар құрайды. Мұнда карст үдерістері әсерінен кар, ұяшық, қуыс, карст шұңқырлары, орлар мен үңгірлер тәрізді айрықша ландшафттар қалыптасқан. Маңғыстаудың ботаникалық әртүрлілігінің Қазақстанның шөл зонасын басқа аймақтармен салыстырғанда едәуір айырмашылығы бар. Оған көптеген бірегей шөл өсімдіктерінің бірлестіктері, өсімдіктердің сирек және эндемиктік түрлері бар шөл ландшафттарының алуан түрлілігі тән. Маңғыстаудың өсімдіктер дүниесі 675 түрден тұрады. 40 өсімдіктің эндемик және сирек түрлері Маңғыстаудың қызыл кітабына, ал олардың 7-і Қазақстанның қызыл кітабына енген. Маңғыстау облысының жануарлар дүниесі де әдеттегі шөл сипатына ие. Қазақстандағы қосмекенділердің 11 түрінен мұнда 2 түрі, ал бауырымен жорғалаушылардың 49 түрінен 26 түрі кездеседі. Қазақстанның жануарлар дүниесі бойынша тіркелген сүтқоректілердің 178 түрінен аймақ үлесі 70-ге жуық түр немесе 40% түрлік құрам келеді. Каспий теңізінің нағыз итбалықтар тұқымдасындағы бірегей эндемик түр Каспий итбалығы болып табылады, және қазіргі кезде оларға жойылып кету қаупі төніп тұр. Қазақстанда кездесетін 488 құс түрінен аймаққа 300-ге жуығы тиесілі. Бұл 59%-ды құрайды. Көктемгі және күзгі жыл құстарының ұшу кезінде Каспий теңізінің жағалауынан суда жүзетін құстардың барлық түрлерін кездестіруге болады. Кейде олардың саны 15 мыңға дейін жетеді. Қызыл кітапқа енген құстар да кездеседі. Аймақтағы тұяқты жануарларды, арқарды, қарақұйрықты және ақбөкенді ұстау үшін аран деп аталатын көптеген аңшылық қашалардың болуы ертедегі жануарлардың дүниесінің бай болғандығын дәлелдейді. Жергілікті халық оларды өткен ғасырдың басына дейін пайдаланып келген.
Қазіргі кезде аймақты белсенді игеру жағдайында бірегей экожүйелер мен Маңғыстаудың биоалуан түрлілігін сақтау басты міндет болып табылады. Себебі мұнда соңғы 100 жыл ішінде қабылан, құлан, теке, үлкен тағат тұмсықты, жарғанат тәрізді жануарлар түрлері жойылып кеткен. Мұнда мекен ететін омыртқалылардың ішінде 5 балық, 1 бауырмен жорғалаушы, 17 құс пен 10 сүтқоректі түрлері Қазақстанның қызыл кітабына енген. Қазіргі Маңғыстау бұл ірі өнеркәсіптік аймақ. Жалпы өндірілген өнеркәсіптік өнім көлемі бойынша мемлекетіміздегі 3-ші облысқа жатады. Мұнда ішкі нарықта жұмсалатын және экспортқа шығарылатын Қазақстандағы мұнайдың 25% өндіріледі. Каспий теңізі айрықша балық ресурсы және ең бастысы бекіре балығымен мақтана алатын бірегей ірі су нысаны. Каспий теңізінің жағалауында Ақтау қаласы орналасқан. Мұнда облыс халқының 1/3 бөлігі шоғырланған. Облыстың екінші қаласы, мұнай астанасы саналатын Жаңаөзен қаласы. Аймақта туризм саласы жақсы дамып келе жатыр. Қазіргі кезде мұнда 26 туристік фирмалар, 55 қонақ үйлер, 23 туристік базалар мен демалыс үйлері жұмыс істейді. Маңғыстаудың бірегей табиғи және мәдени тарихи әлеуеті туристік ағынның артуы үшін негіз болып табылады. Бизнес, туризм және аймақтың инвестициялық тартымдылығымен қатар туризмнің тарихи, мәдени, қаржылық және экологиялық түрлері қарыштап даму үшін барлық басымдылықтарға ие. Экспо 2017 шарасын өткізу аясында Маңғыстау облысы өзінің баламалы энергия көздерін дамыту бойынша әлеуеті мен экономиканы әртараптандыру мүмкіндіктерін көрсете алады.